Бақытқа жетудің 7 жолы. Ең біріншісі Алланы, екінші ата-ананы, одан соң жекжат ағайын тумаңызды сүйіңіз. Жақсы көретін адамыңызға неғұрлым уақытыңызды көбірек бөліп, қол ұшын беруге тырыссаңыз, бақытты сезінесіз. Екіншіден, жұмысыңызды Алладан медет сұрап, ықылас ынтамен істеңіз. Таңдаған мамандығыңыз өзіңізге ұнамаса, ұнайтын басқа қызметке ауысыңыз. Өміріміздің көбісін жұмыста өткіземіз. Сондықтан оны азапқа айналдырудың керегі жоқ. Бұл өзіңізге де, қоғамға да тиімді. Үшіншісі, бақытты болуға тырысыңыз. Не нәрсе көңіліңізді көтеріп қуантады, бақылап көріңіз. Салыңыз, суға кеткен жағдайда жүрегіңіз қалаған жақсы іспен айналсыңыз. Төртінші, дене қимылының белсенділігі. Не екені белгісіз, қандай да қимыл белсенділігінен дені сау адам ләззат алады. Академик Павлов бұл сезімді бұлшық ет қуанышы деп атаған екен. Дене қозғалысымен айналысқан мидан әсері бар зат бөлініп шығып, шексіз рахатқа бөлейді дегенде болжам бар. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы спорт түрімен шұғылданып, қаласаңыз жүгіріп, билеуіңізге де болады. Ерте тұрып, есік алдында жұмыс істеп, жазда көгалдандырып, қыста қар лақтыруда бойды сергітіп, өзіңізді бақытты сезінуге пайдасы бар. Бесіншіден, адамдардан көмегіңізді аямаңыз. Басқаның қамын ойлау, біреу үшін өз пайдамыздан бас тарту, қайсымыздың да жүрегіміздің түкпірінде жатқан бар қасиет. Тәкаппарлыққа, тоғышарлыққа бой бермей, қажет етсеңіз адамға жақсылық жасауға тырысыңыз. Ол адамның көңілін жұбатып, қуанғанын көріп, өзіңіз де бақытқа кенелгендей боласыз. Алтыншыдан, өміріңізге жаңалық енгізіңіз. Көпшілігімізді бала кезімізден бір қалыпта өмір сүруге дағдыландырған. Әрине, белгілі бір күн тәртібі, үйреншікті әдет құрып, тұрақты дос жаран, бір қалыпта жұмыс жаман деп ешкім айта алмас. Бірақ осының бәрі зеріктіріп жіберген кезде өмірге өзгеріс енгізудің еш әбестігі жоқ. Қайта күнделікті әдепті мезгіл жаңалап өзгеріп отыру көңіл күйге жақсы әсер беріп, өмір сүруге құштарлығыңызды арттырары сөзсіз. Жетіншіден, өзіңізді бақытсыз сезінгенде де Алладан үміт үзбей, құлшылықпен шүкіршілік етіңіз. Себебі өмір қайғы мен қуаныштан, күйініш пен сүйініштен, жақсылық пен жамандықтан тұрады. Өмірдің күрес екенін ұмытпаңыз. Сонда қайғы қасірет сізден аулақтайды. Ең бастысы уайымға салынбай, емен жарқын жүруге барынша тырысып бағыңыз.